Ассаламу алейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Егер мініп отырған яки қолда бағып отырған жылқыларыңыз ағашқа немесе давалға құйрығын сүйкеп қатты қышынса, сонымен қатар құйрығының қылдары түсіп, түптерінде жара немесе қотыр пайда болса, онда ол жылқыда кездесетін бөгендеу індеті. Бұл індетті емдеу үшін менің видеомды соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілінің дамуын, қазақша ақпараттардың қолжетімді болуын қаласаңыз, қазақ тілді YouTube арнаны қолдап, лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бөгендеу – бұл жылқылардың құйрық түбінің созылмалы қабыну түріндегі ауру. Ауру себебі көбінесе ыстық суық болудан, тазалықтың нашарлығынан, паразиттенуден және басқа да бөгде нәрселердің тітіркендіруінен пайда болады. Ауру белгісі: құйрығы қышып, ағашқа давалға сүйкейді, қасынады, құйрық қылдары түседі, тартып көргенде оңай жұлынады. Мұқият қарасаңыз, кейбір қысқа қылдары иіріліп қайта құйрыққа қадалады. Құйрық қылдарының арасын ашып қарағанда сулы бөрткендер пайда болады. Жылқы құйрығының түбі тақырайып, малдың іші тартылып жүдейді. Ал енді емдеу жолына келсек, бірінші, 10% тұзды су немесе 1% тотиайн ерітіндісімен құйрықты малшындыра жуып, сүр маймен майлап тұру керек. Екінші, құйрық ұшынан қан алып 1 сантиметрдей мыс жегені құйрықтың дәл ортасынан қағып қойып, 3 күннен соң алып тастайды. Үшінші, иіріліп қадалып тұрған құйрық қылдарын жұлып алып тастау керек. Төртінші, ивермек сынды құрсыздандыру дәрісін терасынан егу керек. Қотыр болған орынға 10% синковая мазын жақсада өнімі керемет болады. Мінеке, құрметті көрермен, видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Арнаға жазылып, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.